Джен Шарп. Диктатурадан демократияға дейін. Стратегияны жоспарлау. 7-ші тарау. Біз енді стратегияны жоспарлау туралы айтатын боламыз. Жеңіске жетудің мүмкіндігін арттыру үшін күрескер көшбасшылар азап пен қуғын сүргін көрген адамдарды біріктіретін, диктаторлық билікті әлсіретіп, оны жоятын және мықты демократияны орнататын, жан-жақты қамтылған стратегиялық әрекет жоспарын жасауы керек. Осындай жоспарды жасау үшін жағдайды мұқият зерттеп, тиімді әрекет ету жолдарын қарастыру қажет. Осындай мұқият талдаулар бостандық үшін күрестің бас стратегиялық жоспардың негізін және бөлек акциялар стратегиясын жасауға негіз болады. Дегенмен де олар өзара байланысты. Бас стратегиялық жоспарды өңдеу мен акциялар өткізудің бөлек стратегиялық процестері әртүрлі болып келеді. Бөлек акция өткізу науқан стратегиясы басты стратегиялық жоспарды жасағаннан кейін егжей-тегжейлі тәптіштеледі. Осындай стратегиялар басты стратегияның жеңісі мен мақсатын нығайту үшін жасалынуы керек. Қарсылық көрсету стратегиясын жоспарлау көптеген есеп пен сұрақтарды және тапсырмаларды қажет етеді. Біз осы жерде бірнеше маңызды ықпалдарды айтып өтеміз. Өйткені осы нәрселер мейлі басты стратегиялық деңгейде болсын, ескерілу керек. Немесе бөлек акциялар стратегиясының деңгейінде болсын, бәрібірде ескерілуі керек. Алайда кез келген стратегиялық жоспар құрушылардан қақтығыстың барлық жағдайлары физикалық, тарихи, өкіметтік, әскери, мәдени, әлеуметтік, саяси, психологиялық, экономикалық және халықаралық ықпалдарды білу мен терең түсінулерін талап етеді. Стратегияда тек нақты күрестің мән-мәтіні мен оның астары жоспарлануы мүмкін. Ең алдымен демократия көшбасшылары мен стратегияны жасаушылар мақсатты айқындап және жұмыстың маңыздылығын бағалауды талап етеді. Осындай мақсатқа бару үшін күресу туралы нәрсе ме? Осы нәрсе не үшін істелу керек деген сұрақ туылуы керек. Міне, осылай күрес мақсатының негізін анықтап алу керек. Біз әлде қашан айтып өткенбіз, бір ғана билік басындағы диктаторды жою жеткіліксіз деп. Қақтығыстың басты нысанасы азат қоғам құру немесе бостандық үшін қызмет ету және демократиялық жүйеде басқарылу. Осы қойылған сұрақтардың анық-қанығын түсіну бас стратегияны жасауға және одан туындаған бөлек стратегиялық жоспарларды дайындауға әсер етеді. Атап айтқанда, стратегияда негізгі сұрақтарға жауап беретін көптеген мына сияқты жауаптар болуы керек. Бостандыққа жету жолында қандай негізгі кедергілер кездесуі мүмкін? Бостандыққа жету үшін қандай әсерлер себеп болуы мүмкін? Диктаторлық билік қандай негізгі күштерге арқа сүйейді? Диктаторлық биліктің қандай әлсіз жерлері бар? Диктаторлық биліктің күш көздері қаншалықты осал? Демократтар мен жалпы халық жағында қандай күштер бар? Демократиялық күштер мен жалпы халықтың қандай әлсіз жерлері бар? Қайткенде оны жеңуге болады. Ал тікелей
қақтығысқа тартылмаған үшінші жақтың мәртебесі қандай? Көмек беретін кімдер? Немесе диктаторларға және демократиялық қозғалыстарға да көмек беретін кім? Және қандай тәсілдер арқылы? Құралды таңдау. Басты стратегия деңгейінде жоспарлаушылар қақтығыс кезінде қолданатын басты құралды күрес құралы ретінде таңдауы керек. Сондай-ақ басымдылық пен шектеулерді де таразылау қажет және өзіне тән балама күрестерді қабылдау. Осылайша әдеттегі әскери әрекет, партизандық соғыс, саяси бағынбаушылық және тағы басқалар. Осылай таңдау жасай отырып, стратегтер келесі сұрақтарға көңіл бөлулері керек. Осы таңдап алынған күрес үлгісі демократиялық күштер мүмкіндігіне сәйкес келеді ме? Осы таңдалып алынған күрес тәсілін әбден езгі көрген халықтың күштірек жағы қолданады ма? Осы берілген күрес амалдары неге бағытталған? Диктаторлық режимнің әлсіз жеріне ме, немесе олардың мықты жеріне шабуыл жасайды ма? Осы таңдалып алынған құрал демократтардың өздеріне деген сенімділігін арттырады ма? Және өз күштеріне деген сенімдерін нығайтады ма? Сондай-ақ осы құрал үшінші жақтың немесе сырттан көмек жеткізушілерге байланысты болады ма? Диктатураны жоюға қандай таңдаулы құралдар үлес қосады? Олар қақтығыстар нәтижесінде пайда болатын құрбандар санын азайтады ма? Әлде шектейді ме? Немесе бүлдіру қиратулардың ауқымын шектейді ме? Диктаторлық режимді жоюды болжаған осы таңдалған құралдар өкіметтің тұрпатына қалай әсер етеді? Сондай-ақ іс-қимыл тәсілдері тиімсіз деп мойындалған амалдар басты стратегиялық жоспарлардан алынып тасталуы керек. Біз алдыңғы тарауларда саяси бағынбаушылық басқа күрес тәсілдеріне қарағанда айтарлықтай басымдылыққа ие деп айтқан болатынбыз. Стратегтер нақты қақтығыс оқиғасын зерттеп анықтаулары қажет және саяси бағынбаушылық жоғарыдағы келтірілген сұрақтарға оңтайлы жауап бере алулары керек. Сонымен біз енді демократияны жоспарлау туралы айтатын боламыз. Басты стратегияның негізгі мақсаты тек диктаторлық режиммен күресіп жою ғана емес, осымен қатар демократиялық жүйені орнатып, қайтадан жаңа диктаторлардың пайда болуына ешқашанда жол бермеуді есте сақтау керек. Осы мақсатқа сәйкес таңдап алынған күрес құралы қоғамда тиімді билікті бөлісіп, үлесін қосуы қажет. Диктаторлық жағдайда халық пен азаматтық ұйымдар аса әлсіз, ал диктаторлық билік өте күшті. Осындай теңгерімсіз үйлесімсіздікті дұрыстамай, жаңа ел басқарушылары егер ниеттері қаласа, бұрынғы диктаторлар сияқты бола алады. Сондықтан сарай мен өкімет төңкерісі қажетсіз нәрсе. Саяси бағынбаушылық диктатураға қарсы қоғамдағы күштерді тиімді жолмен жұмылдырып, анағұрлым біркелкі үлесін қосады. Осы туралы 5-ші тарауда айтылды. Осы жүріс барысы әртүрлі жолдармен ағысалады. Күрестің зорлықсыз мүмкіндігін жобалап, ұйғарымға келу диктаторлардың зорлық, қуғын сүргіні бұрынғыдай қорқыныш әкелмейді және халықты бағындыра алмайды. Халық өз қарамағына қарсылық көрсету үшін қуатты құралға ие болады. Ал кей кездерде диктаторлық билікті оқшаулайды. Сондай-ақ саяси бағынбаушылық арқылы халықтың күшін жұмылдыру қоғамдағы тәуелсіз мекемелерді нығайта түседі. Бір реттегі қолданылған тәжірибенің
әсерлі күші тез ұмытылмайды. Күрестің арқасында келген білім мен тәжірибе ықтималды диктатордың қоғамды оңай бағындыру мүмкіндігін төмендетеді. Осы жылжу күштердің ара қатынасындағы соңғы есебінде мықты демократиялық қоғамның орнауын анағұрлым жоғарылатады. Сыртқы көмек. Диктатураны жою үшін басты стратегияны дайындау барысында ішкі қарсылықтар рөлі мен сыртқы қысымдарға да баға берілуі керек. Біз ұсынған талдауларымызда күрес жүргізгенде ең негізгі күш әрекеттері елдің ішінен басталуы керек деп растап отырдық. Ал халықаралық дәрежедегі көмектердің болуына елдегі ішкі күрестер себепші болады. Халықаралық қауымдастықтың алдында диктаторлық режимнің жағымсыз тұрпатын көрсетуге мына сыпайы нәрселер арқылы толықтыруға күш салу керек. Гуманитарлық, этникалық және діни негізде. Осындай күш салу мен шешімдер арқасында өкіметтік және халықаралық ұйымдармен дипломатиялық, саяси, экономикалық санкциялар диктаторларға қарсы бағытталады. Сондай-ақ салынған санкциялар экономикалық тыйым салу түрде және қару жеткізуге тыйым салу, дипломатиялық қарым-қатынастың нашарлауы мен дипломатиялық қарым-қатынастың үзілуі, экономикалық көмек пен диктаторлық билеудегі елге инвестициялардың келуіне тыйым салу, диктаторлық өкіметті әртүрлі халықаралық ұйымдар мен Біріккен ұлттар ұйымы сияқты ұйымдардан шығару. Сонымен қатар тікелей демократиялық күштердің арқасында халықаралық көмектер мен қаржылай қолдаулар және байланыс құралдарымен қамтамасыз етілуі мүмкін. Басты стратегияны жоспарлау. Жағдайларға сәйкес баға беру арқылы күрес құралдарын таңдап және сырттан келетін көмектердің атқаратын рөлдерін анықтап, басты стратегиялық жоспарды жасаушылар қақтығыстың үдеп дамуының жалпы ырғасын жасауы қажет. Осындай жалпы жоспар қазіргі жағдай және келешекте бостандыққа жету жағдайлары мен демократиялық жүйенің орнығуын толық қамтуы керек. Басты стратегиялық жоспарды жасаушылар көптеген сұрақтарға жауап бере алулары керек. Келесі сұрақтар мынандай түрде өзіндік үлгіде басты стратегиялық жоспарды жасағанда аса назар аударатын ең басты нәрсе ол саяси бағынбаушылық. Ұзақ мерзімді күресті қалай бастау керек? Диктаторлық режимге қыр көрсету үшін әбден езгі көрген халық өзіне және өз күштеріне сенімділігін кімдердің арқасында қандай жолмен арттыра алады? Мейлі бастапқы кезде шектеулі ауқымда болса да қалай қарсылық көрсете алады? Уақыт өте келе тәжірибе жинақтау арқылы халықтың қарсылық көрсету күрес қабілетін қалай арттыруға болады? Диктаторлық режимді жоюға және қоғамда демократиялық билікті қалпына келтіру үшін басты бағытта қандай нәрселер болуы мүмкін? Диктаторлық режимді айналып өткен тәуелсіз ұйымдар бар ма? Егер бар болса, сол ұйымдарды бостандық үшін күреске пайдалану мүмкін бе? Қоғамдағы қандай ұйымдар диктаторлық бақылаудан тыс бола алады? Сондай-ақ демократтар өздерінің мақсаттарына жету үшін қандай ұйымдарды жаңадан құра алады? Диктаторлық басқару кезінде демократиялық іс-әрекет өрісін жасауға болады ма? Қақтығыстар күресіне қатысушыларды қалай үйретіп оқытуға болады? Күрес барысында қандай ресурстар қажет болады? Халықты жұмылдыру үшін қандай бейнелеме немесе символика аса әсерлі болады? Қандай әрекеттердің көмегі арқасында және қандай кезеңдерде диктаторлық биліктің
күші аздап әлсірей бастайды және күш көздері таусылады. Күресуші халық өзінің күреске қатысуында және бір уақытта қажетті зорлықсыз күрес тәртібін құра алады ма? Қоғам қайткенде өзінің басты қажеттілігін күрес барысында қанағаттандыра алады. Күрес кезінде ұйымдастырылған күштерді қалай нығайтуға болады? Қақтығыстардың өршіген барысында әлеуметтік тәртіп қалай орнына келтіріледі? Демократиялық күштердің қарсылық көрсетіп, күресте жеңіске жеткен кезде диктаторлық кезіндегі қоғамдық институционалдық база негізі қалай құрылып жалғасады? Осындай қоғамдық институционалдық база негіздерінің өткелден өтуі мен ауысуын қалай жұмсақ та жайлы түрде жасауға болады? Диктаторлық режимге қарсы бостандықты қалайтын барлық қозғалыстар мен ұйымдар стратегиялық жоспардың эталондық үлгісін жасауы мүмкін емес. Және оның жоқ екенін де есте сақтау керек. Өйткені әрбір диктаторлық режимді жою күресі мен демократиялық жүйені орнату айырмашылығы әртүрлі болады. Сондықтан толықтай сәйкес келетін жағдайлар мен ахуалдар жоқ. Әрбір диктаторлық режим өзіндік жеке дара сипатқа ие. Сондай-ақ бостандық үшін күрескен халықтың мүмкіндік айырмасы тағы бар. Басты стратегияны жасаушылар тек болатын қақтығыстар жайында ғана ойламай, сонымен қатар күреске таңдалып алынған құрал туралы да терең түсінулері керек. Басты стратегияны мұқият жоспарлап біткеннен кейін дұрыс мағынада кең көлемде қолдауға шақырады. Егерде олар жалпы тұжырымдамасы мен бөлек нұсқауларын түсінсе, көптеген жақтастар әрекет жасауға құлшына кіріседі. Осындай білім олардың күреске қатысып дұрыс әрекеттер жасауларына ықпал етіп, моральды рухтарын көтереді. Жалпы стратегияның негізгі ережелері кез келген жағдайларда диктаторларға мәлім болады. Олар негізгі ережелерін білгеннен кейін қуғын сүргінге байланысты зұлымдықтарын төмендетеді. Өйткені осы қуғын сүргінге байланысты азаптаулар саяси серпу болып, өздеріне қайта бағытталады. Басты стратегияның бөлік сипаттамаларын білгеннен соң диктаторлық биліктің арасында алауыздық тудырып, өз лагерлері арасында сатқындыққа апарады. Диктаторлық режимді жою туралы басты стратегиялық жоспарды қабылдағаннан кейін демократиялық жүйені орнатуға демократияшыл топтар нақты іске асыруға батылдық көрсетулері керек. Жалпы бастапқы стратегиядан ауытқу өте сирек жағдайларда ғана болуы тиіс. Егерде басты стратегияны өзгерту қажет болған жағдайда, жоспарды өзгертушілер алдыңғы таңдалған басты стратегияның күрес жағдайларында іргелі өзгерістердің орын алуға байланысты дұрыс жасалмағанына өте сенімді болғаннан кейін ғана өзгерту жасау қажет. Тіпті осындай жағдай орын алған күннің өзінде жаңадан өңделген анағұрлым саймасай стратегиялық жоспардағы іргелі талдауларды қайта мұқият зерттеулерден кейін ғана жасау керек. Жорық стратегиясын дайындау. Алайда жоспарланған басты стратегиялық жоспар диктаторлық режимді жоюға және демократиялық жүйені орнату үшін мың жерден ұғынықты және көп үміт күттіретін болса да, жасалған басты стратегиялық жоспар өздігінен жүзеге аса салмайды. Сондықтан диктаторлық билікті жоюға бағытталған жорық өткізу туралы бөлек стратегиялық жоспар жасалуы қажет. Осындай стратегиялар өз кезегінде әдістемелік бұлтарыстар немесе орағыту жиынтықтарын қамти отырып, диктаторлық режимге шешуші соққы жорығын өткізеді.
әрекет ету әдістері мен бөлек амалдар мұқият таңдалғаны соншалықты әрбір нақты стратегия көздеген нысанаға жетуге үлес қосуы керек. Бұл жерде тек стратегиялық деңгейдегі сұрақтар ғана талқыланады. Басты жорықты жоспарлаушы стратегтер, яғни басты стратегиялық жоспарды жасаушылар, күрес үшін таңдап алынған тәсілдердің табиғаты мен сипаттамасын жан-жақты түсінулері керек. Оларда әскери офицерлер сияқты әскери стратегиялық жоспарды жоспарлау үшін күш құрылымын, тәсілдерін, материалдық, техникалық, жабдықтау, жарақтау, географиялық жағдайы және тағы басқа осындай нәрселер. Сондай-ақ күрес жоспарын жасаушы жоспаршылар зорлықсыз күрес жүргізудің табиғаты мен стратегиялық қағидаларын түсінулері керек. Алайда зорлықсыз күресте білімде, осы берілген кеңестерде, осы жердегі келтірілген сұрақтардың жауаптары да өздігінен стратегияны қалыптастырмайды. Стратегияны жоспарлау үшін біліммен бекітілген өнер керек. Ескертіп кететін нәрсе, жорықтар дегеніміз пикеттер, акциялар, ереуілдер, митингілер. Осының барлық жиынтығын жорықтар деп атап отырмыз. Қарсылық көрсетудің бөлек жорықтар стратегиясымен қатар, ұзақ мерзімді бостандық күресінің стратегиялық жоспарын жасағанда стратегтер көп деген тапсырмалар мен күрделі мәселелерді қарау керек. Олардың арасында орындалатын жорықтың нақты мақсатын айқындап алу және оның басты стратегияға қосар үлесі, нақты амалдарды немесе саяси қаруды таңдау ең мықты түрде жанасымды таңдалған стратегияны іске асыру. Әрбір жалпы жоспардан бөлек стратегиялық жорықта аз ауқымда пайдаланатын әдістеме жоспарын анықтап алып, диктаторлық биліктің күш көздеріне қысым жасау үшін және бөгет жасауға пайдалану қажет. Дұрыс таңдалған және бөлек-бөлек майда қадамдарды іске асырып отырудың нәтижесінде ең басты мақсатқа жетуге болатынын есте сақтау керек. Экономикалық сұрақтар жалпы саяси күрестермен байланысты болу керек пе? Әлде қалай байланысты болуы керек деген сияқты анықтаулар, егерде экономикалық амалдар күресте кеңінен қолданылса, онда диктаторлық режимді құлатқаннан кейін оның зардабын жоюға көңіл бөлу қажет. Әйтпесе, демократиялық қоғамға өткен кезде тез шешімдер қабылданбаса, халықтың көңілі қалып, түңілгеннен наразылығы туындайды. Экономикалық бақытсыздықтарды жойып, нүкте қоямыз дегендерін орындамаса, онда осындай түңілулер диктаторлық күштің тірілуінің алғышарттарын тудырады. Күресті бастау үшін алдын ала ең жақсы басқару құрылымы мен байланыс жүйесін анықтау керек. Күрес барысында қандай байланыс жүйесі шешім бойынша қозғалысқа қатысушыларға, әсіресе жалпы халықпен үздіксіз байланыста болып, басшылыққа алынуы тиіс. Қарсыласу туралы хабарды жалпы халыққа жеткізу және диктаторлық күштер мен халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарына жеткізу. Мәлімдемелер мен жарияламаларды әрқашанда деректер бойынша қатал бекітіп отыру. Асыра сілтеу мен негізсіз мәлімдемелер қарсыласу мен наразылықтың сенімін кетіреді. Өз мүмкіндіктеріне қарай жоспарлау негізіндегі құрылымдар әлеуметтік ағарту жұмыстары мен экономикалық және қақтығыстар өріс алу барысында өз халқының
қажеттілігін қанағаттандыру үшін саяси қайраткерлер және тағы басқалар. Осындай жобалар қақтығысқа қатыспайтын адамдардың арқасында тікелей жүзеге асады. Жалпы бостандық күрестер мен бөлек жорықтарды сыртқы көмектердің қолдау үшін қажетті түрін анықтау, сонымен қатар ішкі күрестерді сыртқы ықпалдарға тәуелдетпей, сыртқы күштерді қалай тарту керек, немесе қалай пайдалану керек. Мысалға, мынандай сыртқы топтардан көмек ықтималдырақ және жақсырақ болатынына назар аудару керек. Олар өкіметтік емес ұйымдар, мысалға, әлеуметтік қозғалыстар, діни немесе саяси топтар, кәсіподақтар және тағы басқалар. Біріккен ұлттар ұйымы және оның әртүрлі ұйымдар мен мекемелері. Бұдан басқа, қарсылық көрсету стратегиясын жобалаушылар диктаторлық билікке жаппай қарсылық көрсету кезінде өз күштерінің арқасында тәртіпті сақтау мен әлеуметтік қажеттілікті қанағаттандыру үшін осындай шараларды да ескерулері керек. Бұл тек балама тәуелсіз демократиялық құрылымды құрып қана қоймай, шынайы талаптарды қанағаттандырады, яғни түрлі заңсыздықтар мен қуғын-сүргіннің орын алуын алдын ала залалсыздандырады. Серіктес болу идеясынан бас тарту. Диктаторлық билікке қарсылықты сәтті аяқтау жұмыстарының бірі халықтың билікпен серіктес болудан бас тарту идеясын қабылдауы айтарлықтай ықпал етеді. Маймылдардың әміршісі туралы өсиет әңгімеде 3-ші тарауда айтып өткенімізде, ең басты ой идея қарапайым. Егерде жеткілікті санда немесе жеткілікті мөлшерде билікке бағынышты адамдар қуғын-сүргінге қарамастан үзілді-кесілді билікпен серіктес болудан бас тартса, онда тирандық жүйе әлсіреп, әрі қарай күйреп құлайды. Диктаторлық жағдайда өмір сүрген адамдар осындай тұжырымдамалар мен әртүрлі дерек көздері бойынша әлде қашан хабардар болған. Тіпті осындай жағдайлардың өзінде демократиялық күштер билікпен серіктес болу идеясынан жаппай бас тарту әдістемесі бойынша кең түрде жаппай таратулары керек. Ал қоғамда маймылдардың әміршісі туралы тарих немесе осыған ұқсас тарихи оқиғалар тарап кетуі мүмкін. Осындай астарлы мысалдар жақсы қабылдануы мүмкін. Басты тұжырымдаманы қабылдаған соң диктаторлық билікпен серіктес болудан адамдардың бас тартуының маңыздылығы іске асып, келешекте дағдыға айналуы мүмкін. Сондай-ақ олардың өздері-ақ жаңа жағдайлардың тууына байланысты серіктес болудан бас тартудың әртүрлі үлгілерін ойлап табуына болады. Диктаторлық жағдайда қарсылық көрсетуге бас болып, түрлі идеялар мен жаңалықтармен бөлісу әрекеттерінің қиындығы мен қауіптілігіне қарамастан, демократтар осылардың барлығын істеу мүмкін екенін жиі дәлелдеді. Тіпті фашистік және коммунистік режимде қарсылық көрсету мүшелері тек жекелеген адамдармен ғана тілдескен жоқ. Сонымен қатар олар астыртын газет пен парақшалар, кітаптар, кейінірек жылдары аудио және видео кассеталар шығарып, кең дәрісхана немесе аудиториямен байланыста болуға мүмкіндіктері болды. Қарсылық көрсетушілердің жалпы басшылары алдын ала стратегиялық жоспарлау көмегі арқылы дайындалып таратылады. Ол жерде халық қарсылық көрсетіп және диктаторлық билікпен серіктес болуын шектеу туралы оқиға мен жағдайлар туралы жазылуы мүмкін. Сондай-ақ қарсылық көрсету әрекеттерін қалай өткізу туралы тәсілдері баяндалуы мүмкін. Қазір тіпті демократиялық көшбасшыларымен байланыс болмаса, немесе баспадан шығару мүмкін болмаса, сондай-ақ нақты
нұсқау ала алмағанның өзінде халық кейбір маңызды жағдайларда қалай әрекет жасау керектігін білетін болады. Осындай жетекшілер жалған қарсылық көрсететін басшылықты саяси полициялардың арандату мақсатында акциялардың беделін түсіру үшін әдейі шығарғанын айырып тану тәсілдерін демократияны жақтаушы жетекшілері жақсы біледі. Енді біз қуғын сүргінмен қарсы шаралар туралы айтатын боламыз. Стратегияны жоспарлаушылар қуғын сүргін шараларының орын алу мүмкіндіктерін, әсіресе диктаторлық режимнің демократиялық қарсылықтарға жауап ретінде қолданатын зорлық деңгейін бағалауы қажет. Қалай қарсыласу немесе бейтараптану керек және қуғын сүргін өршігенде қалай бағынбай қашқақтау керектігі туралы анықтау қажет. Халық пен қарсыласуға қатысушы мүшелеріне тәсіл бойынша кей жағдайларда жалғасатын қауіп-қатерлер туралы ескерту керек. Егерде шындап қуғын сүргін күтілетін болса, онда жарақат алған қақтығысқа қатысушыларға медициналық көмек беруге дайындықтар керек. Қуғын сүргіннің алдын алу мен ескертулер үшін стратегтерге жақсы тәжірибе, тәсілдер мен амалдарды пайдалана білу тек жорықта көздеген мақсатқа жеткізіп қоймай, сондай-ақ қатал қуғын сүргіннің болу ықтималдығы мен болу мүмкіндігін төмендетеді. Мысалға, диктаторлық режимге қарсылық білдіру барысында көшеге шығып наразылық білдіру аса тиімді. Алайда осы қарсылық мыңдаған наразылық білдірушілердің өміріне тұрарлық нәрсе. Дегенмен де қарсылық көрсетушілердің жоғары баға арқылы осындай нәрсеге баруы диктаторлық режимге шын мәнінде үлкен қысым бермеуі мүмкін. Егерде осындай жағдайда адамдардың басым бөлігі үйінде отырса, егерде арандату мақсатында қауіп қатері арқылы қайғылы жағдайға ұрындыратын қарсылық акциясын өткізу ұсынылса, онда осы акцияны өткізуге ара қатынас шығынын мұқият қарап және пайда беру мүмкіндігін салыстыру керек. Қарсылық акциясына қатысушылармен халық өздерін тәртіпті ұстай алады ма? Егерде күрес барысында зорлық көрсетілген жағдайда ұстамдылық көрсете алады ма? Олар зорлыққа бару, арандатушылық әрекеттеріне берілмейді ме? Жоспарды жасаушылар зорлықсыз күрес кезінде тәртіпті сақтау үшін қандай шараларды қолдану керектігін көрсету керек. Сондай-ақ қатыгездіктен қорғану шараларында жасауы қажет. Парақтарға тәртіп туралы үндеу жасап және күрес пен бойкотқа шақырушыларға қарсы ниеттегі адамдар мен топтарға осындай шаралар мен саяси мәлімдемелер кепіл бола алады ма, немесе тиімді болады ма? Тыңшылар мен арандатушылар бар жерде көшбасшылар әрқашанда сақ болғаны дұрыс. Өйткені олардың ниеті бойынша күреске қатысушыларды зорлыққа итермелеп арандату әрекеттеріне барады. Стратегиялық жоспарға адалдық. Демократиялық күштер стратегиялық жоспарды жан-жақты жасауға кіріскен кезде диктаторлардың болар-болмас шараларына алаңдамаулары керек. Қызығушылық пен азғырындылыққа ұрынып, басты стратегиялық жоспар мен нақты стратегиялық науқаннан ауытқып кетудің аяғы негізгі шоғырландыру әрекетінен болмайтын мәселеге ауып кетуі мүмкін. Диктаторлардың жаңадан пайда болған зұлымдығына ешқандайда қас қағым сәттегі жан толғаныс немесе эмоцияға беріліп жауап беру мүмкіндігі демократиялық қарсыласу мен оның басты стратегиясынан немесе жорық науқаны стратегиясынан көңілдерін бөліп
алаңдамаулары керек. Тап осы зұлымдық қасақана істелінуі мүмкін. Демократиялық күштерді өздерінің мұқият жоспарлаған жобаларынан бас тартқызып және тіпті зорлық көрсету акцияларына баруға әдейі арандату арқылы итермелесе, осыдан кейін диктаторларға демократиялық күштерді жою жеңілдейді. Демократиялық күштердің негізгі зерттеу есептері дұрыс екені мойындалған сәттен бастап аз-аздап алға жылжу басталады. Әдістемелік өзгерістер мен мақсат аралық өзгерістер әрине туындауы мүмкін, бірақ жақсы көшбасшылар әрқашанда жаңа мүмкіндіктерді пайдалануға дайын болулары керек. Осындай анықтаулар басты стратегияның немесе нақты жорық науқанының мақсатымен қарама-қайшы келмеуі керек. Басты стратегия мен нақты жорық науқаны стратегиясын мұқият таңдау арқылы жүзеге асыру үлкен шамада жеңіске жетуге жағдай жасайды.